Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстанда кеңестік биліктің орнауы бөліміндегі Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасының құрылуы тақырыбындағы жаңа сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, бүгінгі сабақта Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасының құрылу үдерісін, Қазақ АКСР аумағының қалыптасу барысын қарастырамыз. Азамат соғысы большевиктерге шет аймақтардағы ұлттық мемлекеттілікті құру идеясымен санасу қажеттігін көрсетіп берді. Кеңес үкіметі Қазақ автономиялы кеңес социалистік республикасын құру шараларына дайындала бастады. Ресей кеңестік федеративтік социалистік республикасы халық комиссарлары кеңесінің 1919 жылы 10 шілдесінде Ленин қол қойған декретімен Қырғыз қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет, яғни Казревком құрылды. Казревком мемлекеттік билік пен мемлекеттік жоғары басқару органының міндетін атқарды. Қазақ өлкесін басқару жөнінде декретке сай, Казревкомның басқаруына Астрахан губерниясы аумағының қазақтар мекендеген бөліктері Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстары қарады. Казревком құрамына Пестковский, Казревком төрағасы Байтұрсынұлы, Лукашев, Жангелдин, Тұнғаншин, Меңдешев, Қаратаев, Айтиев, Авдиев, Әлібеков, Арғыншиев, Сейфуллин, Ғаббасов, Сидельников және Радус Зенкович мүше болды. 1920 жылы 9 наурызда Казревком Алашорда үкіметімен оның аймақтық бөлімшелерін толық жою туралы бұйрық шығарды. Казревком 1919 жылдың шілдесінен 1920 жылдың қазан айына дейін қызмет етті. Қазақ АКСР-ның құрылуы 1920 жылы тамызда бүкіл одақтық атқару комитеті мен Ресей кеңестік федеративтік социалистік республикасының халық комиссарлар кеңесі кеңестік негізде құрылған федерациялық социалистік мемлекет РКФСР-ның құрамында болатын Қырғыз қазақ автономиялы кеңес социалистік республикасын құру туралы декрет жарияланды. Астанасы Орынбор қаласы болып белгіленді. Қазақ АКСР-ның құру туралы декрет Қазақстан аумағын анықтады. Қазақ АКСР-індегі басқару органдары депутаттардың жергілікті кеңестері, орталық атқару комитеті мен халық комиссарлар кеңесі болатынын нақтылады. Әскери істерді басқару үшін Қазақ әскери комиссариаты ұйымдастырылды. 1920 жылы 4 мен 12 қазан аралығында Орынборда Қазақ АКСР кеңестерінің құрылтай съезі болды. 1920 жылдың 12 қазаны Қазақ кеңестік ұлттық мемлекеттіліктің құрылған күні болып саналады. Съезд өкіметтің жоғарғы органдары республиканың орталық атқару комитеті мен халық комиссарлар кеңесін сайлады. Қазақ АКСР-ның орталық атқару комитетінің төрағасы болып Сейтқали Меңдешев, ал Қазақ АКСР-ның халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болып Радус Зенкович сайланды. Съезде қазақ кеңестік мемлекеттілігін құрудың негізгі қағидалары конституциялық негізде анықталған Қазақ АКСР еңбекшілері құқықтарының декларациясы қабылданды. Декларация қазақ еңбекшілерінің саяси құқықтарын бекітіп, азаматтардың міндеттерін айқындайды. Декларация Қазақ кеңестік социалистік республикасының бірінші конституциясы қабылданған 1937 жылға дейін республика тұрғындарының құқықтарын бекіткен конституция ретінде қолданылды. Қазақ АКСР-ның аумағына 1917 жылға дейінгі шекарадағы Ақмола облысының Атбасар, Ақмола, Көкшетау, Петропавл уездері мен Омбы уезінің бір бөлігі, Семей облысының Павлодар, Семей, Өскемен, Зайсан, Қарқаралы уездері, Торғай облысының Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз, Торғай уездері, Орал облысының Орал, Ілбішін, Темір, Гурьев уездері қарады. Республика қарамағына Маңғыстау уезі Каспий жағалау облысының Красноводск уезіндегі 4-ші және 5-ші Адай облыстары. Сонымен қатар Астрахан губерниясының Синеморье облысы, Бөкей ордасы, 1-ші және 2-ші Приморский округінің қазақтар қоныстанған аумақтары енгізілді.
Орынбор губерниясы да Қазақ АКСР-ның қарамағында болды. Қазақ АКСР-ның жер аумағы 1920 жылғы дерек бойынша 1.871.239 шаршы версті құрады. 1921 жылы Қазақстанның батысы мен солтүстігінде және батыс Сібірде шекаралық межелеу болып өтті. 1924 жылы Түркістан орталық атқару комитетінің төтенше сессиясы Орта Азия республикаларын ұлттық мемлекеттік тұрғыдан межелеу жөнінде қаулы қабылдады. Межелеудің нәтижесінде Қазақ АКСР-не Ақмешіт, Қазалы, Шымкент, Түркістан уездері, Әулиеата уезінің көп бөлігі, бұрынғы Сырдария облысының Ташкент пен Мырзашөл уездерінің бір бөлігі, Жетісу облысының Алматы, Жаркент, Лепсі, Қапал уездері және де Пішпек уезінің Георгиев, Шу, Қаранөкіс болыстары өтті. Ал Орынбор губерниясы республика құрамынан шығарылды. Аумақ ұлғайып 2,7 миллион шаршы шақырымды құрады. Халықтың саны 5.230.000 адамға жетті. Қазақ жері аумағының қалыптасуында Бөкейханов, Рысқұлов, Қожанов, Ермеков тағы басқа ұлт зиялылары зор еңбек сіңірді. 1926 жылғы халық санағы бойынша қазақтар Қазақстанның барлық халқының жартысынан астамын, яғни 61,3% құрады. 1925 жылы 15-19 сәуір аралығында Ақмешіт қаласында Қазақ АКСР кеңестерінің 5-ші съезі өтті. Оған алғаш рет бүкіл Қазақстанның өкілдері қатысты. Съезде халқымыздың тарихи қазақ атауы қалпына келтірілді. Қырғыз АКСР атауы Қазақ АКСР болып, және Ақмешіт қаласының аты Қызылорда деп өзгертілді. Республика астанасы Орынбордан Қызылордаға көшірілді. Тарих беттеріне үңілсек, біздің туған өлкеміз бір кездері еліміздің бас қаласы, яғни астанасы болғанында байқаймыз. Қызылорда Алаштың анасы атанған қасиетті мекен. Ақмешіттің топырағында белгілі тұлғаларымыз бен зиялыларымыздың ізі қалған сыр елі. Қызылорданың Қазақстан астанасы деп аталуымен тарихтың жарқын беттері ашылды. Бұл кезде қаланың тұрғыны 22.577-ге жетті. Қызыл қала сөйтіп өмірге жаңаша қарқынмен қанат жая бастады. Осы жылдары жарқыраған электр жарығы іске қосылды. Астана мәртебесіне қол жеткізгеннен соң түрлі мекемелер мен өндіріс орындарының іргетасы қалана бастады. Қызылорда Астана болған жылдары орта оқу және арнаулы оқу орындары, өнеркәсіп және ауыл шаруашылық мекемелері дүниеге келді. Оқушылар, біз енді сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: сұраққа жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: Қазақ революциялық комитеті қай жылы құрылды және оның құрамына кімдер мүше болды? Екінші сұрақ: Қазақ революциялық комитеті мақсаты мен міндетін атаңыз. Оқушылар, біз Қазақ революциялық комитетінің құрылған жылы мен мүшелерін атаймыз, және де Қазақ революциялық комитетінің мақсаты мен міндетін атап шығамыз. Тапсырманы орындап болсақ, жұмысымызды тексеріп көрелік. Бірінші, 1919 жылы 10 шілдеде Ленин Қырғыз Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет құру туралы декретке қол қойды. Казревкомының басшысы болып ұлты поляк кеңестік тұңғыш комиссар Пестковский тағайындалды. Казревком құрамына Лукашев, Жангелдин, Байтұрсынұлы, Тұнғаншин, Меңдешев, Қаратаев енді. Кейін оның құрамына Әбдиев, Әйтиев, Әлібеков, Арғыншиев, Ғаббасов, Сидельников, Сейфуллин және Радус Зенкевич таратылды. Екінші, Қазақ революциялық комитетінің мақсаты мен міндеті контрреволюция мен интервенцияға қарсы күресу, өлкеде мемлекеттік шаруашылық және мәдени құрылыс үшін жағдай жасау, Қазақстанда кеңестердің құрылтай съезін әзірлеу. Оқушылар, екінші тапсырма: берілген жылдарды оқиғаларына сай сәйкестендіріңіз. Бұл тапсырмада 1919 жылдың аяғы мен 1920 жылдың басындағы болған оқиғаны, 1920 жылдың 26 тамызда болған оқиғаны және де 1920 жылы 4 қазанда болған оқиғаны анықтаймыз. Оқушылар, сәйкестендіру тапсырмасын тексеріп көрейік.
Үшінші тапсырмамыз бұл тарихи диктант. Менің өлкем тарихы терең өлке. Оқушылар, бұл тапсырмада кілт сөздерін пайдалана отырып, мәтіндегі мәліметті орнына қоямыз. Кілт сөздері мәтіннің төмен жағында берілген. Ал енді оқушылар, үшінші тапсырманы тексеріп көрейік. Қазақ жері аумағының қалыптасуында Бөкейханов, Рысқұлов, Қожақов, Ермеков, тағы басқа ұлт зиялылар зор еңбек сіңірді. 1926 жылғы халық санағы бойынша қазақтар Қазақстанның барлық халқының жартысынан астамын, яғни 61,3%-ын құрады. 1925 жылы 15 пен 19 сәуір аралығында Ақмешіт қаласында Қазақ АКСР кеңестерінің 5-ші съезі өтті. Оған алғаш рет бүкіл Қазақстанның өкілдері қатысты. Съезде халқымыздың тарихи қазақ атауы қалпына келтірілді. Қырғыз АКСР атауы Қазақ АКСР болып, Ақмешіт қаласының аты Қызылорда деп өзгертілді. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Ол үшін 3 кілтті сөз, 2 оқиға және 1 қорытынды ой айтамыз. 3 кілтті сөз. Қазревком, Қазақ АКСР, Қызылорда қаласы. 2 оқиғаға Қазақ АКСР-ның орталық атқару комитетінің төрағасы Сейтқали Меңдешев тағайындалды. Екіншісі Қазақ АКСР халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Радус Зенкович сайланды. Қорытынды ой, қазақ халқының аумақтық бірігуі мемлекеттілікті нығайтты. Қазақ АКСР-ның құрылуы халқымыздың тарихындағы аса маңызды оқиға болып саналады. Үй тапсырмасы. Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасының құрылуының тарихи маңызы неде? Шағын эссе жазу. Назарларыңызға көп рахмет.